Ассалаумағалейкум қазақ елі, армысыздар. Әулие деген кім? Сол тақырыпқа байланысты толығырақ түсінік беріп кетсек, сіздермен бірге рахым біліп жүрейік. Әулие сөзі негізінен араб тіліндегі уәли, яғни жақын, дос, көмекші ұғымдарын білдіретін сөздерден шыққан. Бұл сөздің шариғаттағы мағынасына келсек, күнә істеуден бойын алыстайтын, Аллаға шынайы итағат етуші. Әулиелер дегенде ең алдымен еске ерекше қасиетке ие жандар түседі. Қарапайым жұрттың қолынан келмейтін хикметтерді жасай беретін жандар. Хазірет Ғұмардың риуаяты бойынша Расулалла былай дейді: Алланың құлдарынан кейбір адамдар бар, олар шейіт емес, пайғамбар да емес. Бірақ қиямет күні олардың дәрежелеріне пайғамбарлар мен шейіттер қызығып қарайды. Сахабалар: ей Алланың елшісі, олар кімдер және қандай амал жасайды екен? Бізге де айтсаңыз, біз оларды жақсы көріп құрметтейік деген кезде Хазіретті пайғамбарымыз сөзін былай деп жалғастырды: бұлар бір топ болып, араларында туыстық, бір-біріне беретін мал дүниелік пайдалары болмастан, тек Алланың разылығы үшін Алла жолында бір-бірлерін жақсы көреді. Аллаға ант етемін, олардың жүздері бір нұр секілді, және олар нұрдан жасалған бір баспалдақ үстінде. Адамдар қорыққан кезде олар қорықпайды, адамдар қайғырған кезде олар қайғырмайды, деп олардың сипаттарын айтқан. Пайғамбарымыз сөзін мына аятпен жалғастырады: біліңдер, арасында Алланың достарына қауіп-қатер жоқ, олар қайғырмайды. Сондай иман келтіріп тақуа болғандар. Оларға дүние тіршілігінде де, ақыретте де қуаныш бар. Алланың сөздерінде өзгеріс жоқ. Әулие, Алланың досы, Алла нұсқауындағы адам. Ислам энциклопедиясында әулие діни наным бойынша тірілердің тағдырына ықпал жасай алатын қасиетті киелі адамдар деп анықтама берілген. Әулие туралы Құран кәрім Жүніс сүресінің 62-ші аятында Алланың сүйікті достарына қорқыныш та, өкініш те жоқ делінген. Алланың сүйікті достары ол әулиелер. Әулиелер өлмейді, олар тірі. Ол туралы қасиетті Құран кәрімде мынандай аят бар: Алла жолында өлгендерді өлі деп ойлама, әрине олар тірі. Раббыларының жанында олар ризыққа бөлендіріледі. Тағы бір аятта Алла жолында өлгендерді өлі демеңдер, олар тірі, бірақ сендер сезіп біле алмайсыңдар. Бақара сүресі 154-ші аят. Алланың достары жайында қысқаша мағлұмат бере отырып, әулиелердің осы аят пен хадистегі сипаттарына тоқталдық. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк баса отырыңыздар. Қош сау болыңыздар.